Шок факт. Бірінші, ми интернеттен де жылдам. Сенің миың бұл тірі, органикалық компьютер. Ол интернеттен кез келген суперкомпьютерден жылдам ақпарат өңдейді. Ғалымдар дәлелдегендей, сенің миыңа әр секунд сайын 11 миллион бірлік ақпарат ағылады. Бірақ біз соның 40-50 шамасын ғана саналы түрде аңғарамыз. Яғни сен көріп, естіп, сезіп жатқан дүниелер шын әлемнің ең кішкентай үзіндісі ғана. Қалғанның бәрін миың сүзгіден өткізіп керегі жоқ деп ысырып тастайды. Бұл шын мәнінде сен өз шындығыңда өмір сүресің деген сөз. Басқа адаммен шындықты бірдей көріп тұрмыз деген жай ғана иллюзия. Екінші, сен толығымен тірі, өліксің. Адам ағзасында күн сайын 50 миллионға жуық жасуша өледі. Бұл әр сағат сайын 2 миллионнан астам жасуша жай ғана тіршілігін тоқтатады деген сөз. Егер денең осы өлі жасушаларды жаңа, тірі жасушаларға алмастырмаса, 2 апта ішінде-ақ шіріп кетер едің. Тағы бір қызығы, сенің денең әр 7 жыл сайын толықтай жаңарып отырады. Яғни, дәл қазіргі сен 7 жыл бұрынғы сен емессің. Сөйлеп отырғанда, ойлап отырғанда, жаңадан жиналған тірі бөлшектер жиынтығы. Бұл сені шын мәнінде уақытша құрастырылған тіршілік иесі етеді. Сенікі деп жүрген денең қонақ бөлшектердің шоғырлануы ғана. Үшінші, көзіңді ашып түшкіру мүмкін емес, әрі өте қауіпті. Түшкіру бұл жай ғана апчхи емес. Бұл ағзаның ішкі қысымды жылдам түрде сыртқа лақтыру амалы. Түшкіргенде адамның ауасы шамамен сағатына 700 шақырым жылдамдықпен сыртқа ұшады. Бұл жел турбинасының күшінде екпін. Егер дәл сол сәтте көзің ашық болса, бұл қысым көз алмасын орнынан шығарып жіберуі мүмкін. Сол себепті адам рефлекс деңгейінде көзін жұмады. Бұны ешкім қадағаламайды. Бұл миыңның сені өзіңнен де жылдам қорғауы. Ми сені қателіктен құтқарып жатады, сен соны байқамайсың да. Төртінші, тіс адам денесіндегі ең берік құрылым. Адам тісінің сырты эмаль деп аталады. Ол кәдімгі болаттан 2 есеге дейін берік. Егер тістің орнында сүйек болса, біз шайнай алмайтын едік. Бірақ осы берік қабаттың бір әлсіз тұсы бар, ол сынғыштық. Қатты тіс дегенде, тіпті шетінен ғана күш түссе, эмаль жарылып тіс қақ бөлінеді. Бұл ең мықты нәрсе, ең нәзік дегенді дәлелдейтін табиғаттың парадоксы. Тісі жоқ адам тамақты шайнай алмайды, ал тым қатты шайнаған адам тісінен айырылады. Бесінші, сенің ішінде екінші ми бар. Иә, нағыз ми. Адамның ішек жүйесінде шамамен 500 миллион жүйке жасушасы орналасқан. Бұл көрсеткіш бір теңіз шошқасының миындағы жүйке жасушаларымен тең. Яғни ішек толықтай жеке жұмыс істейтін жүйке орталығы. Осы себепті кейбір адамдар ішекпен сеземін деп айтады, ол шындық. Егер ішің ауырса немесе тамақ дұрыс қорытылмаса, көңіл күйің түсіп ашуға мініп, тіпті депрессияға түсуің мүмкін. Демек, сен тек миыңмен емес, ішіңмен де ойлайсың. Ішек сенің үнсіз, бірақ ықпалды миың. Алтыншы, сенің сүйектерің тірі бетон. Адамның жамбас сүйегі кәдімгі құрылыс бетонынан 4 есе берік. Бұл дегеніміз, сен жүгіруге, секіруге, тіпті ауыр зат көтеруге, физикалық қабілетті тірі құрылыс материалсың. Бірақ айламынада, егер күш бір нүктеге түссе, ол сүйек шыны сияқты жарылады. Яғни, ең берік сүйек, ең әлсіз жерінен опырылып түсуі мүмкін. Сондықтан адам жарақат алған кезде жарылды дейді, ол шынымен де жарылады. Жетінші, сен өзіңмен бірге электр қуатын алып жүресің. Адам денесі 80 мен 100 ватт аралығында электр энергиясын өндіре алады. Бұл дегеніміз, сен жарық шамын жағып қоя аласың. Ал физикалық жаттығу жасағанда немесе жүгіргенде бұл көрсеткіш 400 ваттқа дейін көтерілуі мүмкін. Бұл ноутбук, планшет, тіпті теледидарды қосуға жететін қуат. Ғалымдар тіпті адамның осы энергиясын пайдаланып құрылғыларды қуаттау мүмкіндігін зерттеп жатыр. Яғни, сен тірі қуат көзсің. Сегізінші, кей адамдардың денесі фантастикадағы мутанттар сияқты. Қабырғасы зақымданып алынған кей адамдарда 1-2 жылдан соң ол қайта өсе бастаған. Ғылым мұны әлі толық түсіндіріп бере алмайды, бірақ бұл тірі адам денесінің жаңаруға деген шексіз мүмкіндігін білдіреді. Егер бұл қабілет жан-жақты зерттелсе, болашақта адамдар өз дене мүшелерін қайта өсіре алатын деңгейге жетуі мүмкін.
Яғни, сенің ішіңде табиғаттың шешілмеген құпиясы бар. Сен мүмкіндігі шектеусіз тірі жүйесің. 9. Сен миллиардтаған тірі организмдердің мекені. Адам шегінде 40 триллионға жуық бактерия өмір сүреді. Ал адам денесінде шамамен 30 триллион жасуша ғана бар. Бұл сенің бойындағы адамдық элементтерден бөтен тіршілік иелері көбірек деген сөз. Яғни, сен өзіңді емес, ішкі бактерияларыңды тасып жүрген биологиялық кемесің. Олар сенің иммунитетіңе әсер етеді, тамақты қорытуға көмектеседі, тіпті көңіл күйіңді де өзгертеді. Бактериялар болмаса, адам бір аптада өліп кетер еді. 10. Сен жұлдыз шаңынан жаралған тіршілік иесісің. Адам денесіндегі темір жерде пайда болмаған. Ол ғарышта, жарылып кеткен жұлдыздарда, суперноваларда пайда болған. Яғни, сенің қаныңдағы темір миллиардтаған жыл бұрын жарылған жұлдыздың қалдығы. Бұл сен тек жер планетасының ғана емес, бүкіл ғаламның өнімсің деген сөз. Сенің бойыңда ғарыштың үні, тарихы мен жарығы бар. Сен жүріп жүрген жұлдыз шаңсың.